мынаны кезінде өзіміз FIFA бағасын қымбат алып келгенбіз. Әзір неге арзан сатты десем, мына жаласы қалған жоқ. Мен осы жолы карханаға барып пәлем 1000 тал алып келдім. Халқым, мына FIFA-ға мал алам десеңіз де мал шығады, ұқтыңыздар ма? Міне, лянжентау және ең маңызды рең мына қарасы. Қара, әңгілақың алдыңғы жолы мен мынаны сатқан сіздерге, бірақ ол кезде өзіме де қымбат кірген, шыны керек. Мен ол кезде FIFA-дан алып келгем. Әзір өзім карханасына барып алып келдім деп отырмын, пәлем 1000 тал. Мына дүкен ашатын қыздар, азырақ пайдамды көрсем, дүкен ашқаннан кейін ол жеріне жерасы болады, киімді апарасыз, дәзмалдайсыз, сылап сипап. Мына дүниеде қатын өзімде әйелмін ғой, жаман нәрсе жоқ та. Мен ғой өз басым қатын болғанда мындай қатынмын, мен ганжын қатынмын ғой, еркекке белгісіз. Көрем, жақсы көрем, жарасын, жараспасын екі ауыз сөзім жоқ, алып кетем. 2 сәл кием деймін, алып кетем, бәні қалай. Және бір кісілер бар. Алла, бір көйлек алу үшін 23, 24, 25 көйлек киіп алып, күйеуін менің байып, менімен көшеге шықпады дейді. Сіз бір нәрсені 10 рет талдайтын тұрсаңыз қайт шығады. Шығып алып, сергіп, ары отырып, темекі шегіп, былай отырып, телефон шықпайды әлгі жерден. Сонымен қайт шығады. Жұмыс бітпейді ғой. Bir әйел болсаңыз да, еркек болсаңыз, кескін болыңыздар, гәнжің. Bir жерге барып мал алып қалса, біздің де бір жеңгелеріміз бар. Барамызда әлгім ішін көріп, сыртын көріп, ақтарып көріп, анаума, мынаума, охо. Біз 100.000 сомдық малды алғанда өзі бір тал көйлек алып боламайды ғой сол арақта. Реңдеріңде көрсеттім, халқым 185-тен қимылғып бердім. Кезінде мен FIFA-ға да ерекше қымбат алып келген бұны. Мұнаның алдына 1-2 мауыздың қосылып кеткен. Әзірде мына сапасы өзгерген жоқ, сапасы топ сапа. Бірақ мен карханадан тіке алып келдім. Мына қарасын кисеңіздер де атақты шығады, бұның қарасын менің кигенім қойсы. Коптасын юбка қылып киесіз ба? Жоқ, әлгі мына юбка әсінде мынандай дүзі қылып кисеңіз де болады. Мен жерін байлап алдым міне. Ана жер пүріл қаған, бұған не болды деп және бас қатырып жүрмеңіздер міне. Өзіңізге байланысты міне. Үлкен кіші нөмір бар, менің кигенім 1X-ның өзі 75-кіліге сия береді. Бән үлкен шығады мұнаның. Әлгі балық акула, дүзгілі, дүзоңгілерлеріңіз сәнге киесіздер, міне. Киім сыймайтын әпекесіңіздер. 3 рең, бір-бірінен айбат. Сопағара бір әңгіме айтып жаттым ғой сіздерге, кескінірек болыңыздар деп. Өйткені біз ана деген бала тәрбиелейтін адамбыз, Біз тек қана баланы туып бағу емес, ең маңыздысы сол баланың қарнын тойдыру ғана мақсат емес, қарнын тойдырамай қалсаң да, сол балаға дұрыс адам болудың жолын көрсету керек. Ең атақты ана деген балаға жол көрсетіп, бір баланың күйеуінің қалай жүруін көрсетіп беретін адам ғой. Құр баланы туысаңыз тауықта тұқым туады, оқшаш, туылмайтын нәрсе жоқ қой, ана жеріңіз сау болса. Соған туу маңызды емес, тәрбиелеу өте маңызды. Сіз өзіңіз кескін, ұжданды, оңға оң, теріске теріс дейтін осындай бір мықты адам болсаңыз, сіздің ұрпағыңыз солай болады. Не үшін айтады? Баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиелесең болды деп. Өзің мыжыма, ана айткен, өсекшіл, кішкентай істі қой бермей, әлгі нашар қолдан ештеңе келмейтін адам бірдемеге жабысып алады ғой.